болашағы ұрпағында болса, ұрпақтың болашағы ұстаздың қолында. Білім көкжиегінде құстай қалықтаған, жер жаһанға білім нәрін себуші бірден бір адам ол ұстаз. Қазіргі таңда елімізде ерекше білімді қажет ететін балаларға өте көп көңіл бөлуде. Өзімнің іс тәжірибемде мектептегі ерекше білімді қажет ететін, оның ішінде әртүрлі диагноздағы денсаулығына байланысты үйден оқитын және де арнайы сыныптағы оқитын оқушылармен жұмыс жасау барысында олардың әлеуметтік өмірге бейімделуіне, мектеп өміріне араласуына қолдау көрсетіп келемін. Осы ерекше білімді қажет ететін оқушылармен жұмыс жасау барысында оларды зерттеу мақсатында мен өзімнің психомоторикалық және сенсорлық үдерістерін дамыту тақырыбында авторлық бағдарламамды құрастырып шықтым. 3 жыл көлемінде осы бағдарламамен жұмыс жасап келемін. Бұл бағдарламада оқушылардың танымдық қызметтері, оның ішінде ойлау, есте сақтау, қиял, қабылдау процестерінің және де қол саусақ моторикаларын дамытуы және де қоршаған дүниені танып білуге байланысты көптеген тапсырмалар, ойындар, сабақтар қамтылған. Бұл бағдарламамен жұмыс жасау арқылы мен оқушылардағы оң нәтижені көріп келемін. Яғни олардың өмірге деген құлшыныстары, белсендістері артып, танымдық қабілеттері, қызығушылары артып келетінін байқадым. Қазіргі таңда жасанды интеллектпен жұмыс жасау қоғамда үлкен сұраныстарға ие болып келеді. Балалардың психоэмоционалды жай-күйін реттеуде ертегі терапиясын қолданудың маңызы зор деп айтуға болады. Осы орайда жасанды интеллектпен оқушылардың қиял-ғажайып әлемін ертегі арқылы да дамытуға болады. Жасанды интеллект арқылы ертегі құрастыру балалардың психологиялық және танымдық дамуын ықпал ететін жаңа мүмкіндіктерді ашады. Бұл технология жеке қажеттіліктер мен қызығушылықтарға сай сюжеттерді бейімдеуге мүмкіндік береді. Баланың қиялы мен шығармашылық қабілетін дамытуға жағдай жасайды. Жасанды интеллект баланың тілдік дағдыларын жетілдіріп, эмоцияларын түсінуге көмектеседі. Және де балаларды жан-жақты дамыта отырып, олардың оқуға деген қызығушылығын арттыруда үлкен рөл атқарады. Ертегі терапияны жасанды интеллект арқылы құрастыру балалардың эмоционалдық дамуына, шығармашылық қабілеттерін нығайтуға және психологиялық мәселелерді шешуге бағытталған тиімді және жаңашыл әдіс болып табылады. Бұл тәсіл қазіргі заманда балаларға қажетті қолдау мен мотивацияны қамтамасыз етеді. Олардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, заманауи технологиялар мүмкіндіктерін қолдана отырып жүзеге асырылады. Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалды. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте, секіріп жете алмайсың. Қарқ-қарқ, шырша бұтағында отырған қарға қоянның қылығына сырттай күліп отырады. Қарға, маған алманы үзіп алып берші. Қарға ағаштың басына ұшып барып алманы үзіп алады. Бірақ тұмсығымен алманы қармап ұстай алмай жерге түсіріп алады. Рахмет саған, қарға. Қоян алманы жерден көтермек болды. Жерге түскен алма жаны бардай дыбыс шығарып қозғалып жүгіре жөнелді. Бұл қалай? Қорқып кеткен қоян алмасын ағаш түбінде ұйықтап жатқан кірпінің үстіне құлағанын түсініп, тоқта, менің алмамды құда алып бара жатсың. бұл менің алмам, ол төбеден құлады, ал мен болсам оны ұстап алдым. Алмамды қайтарып бер, оны тауып алған мен. Таласып жатқанда оларға қарға қосылады. Босқа таласасыңдар, алма менікі, мен оны өзім үшін үзіп алғанмын. Өтірік шынын араластыра, олар бір-бірімен түсінісе алмай, алманы ары тартып, бері тартып у-шу болды. Орман іші айғай-шу болып кетеді. Қарға тұмсығымен кірпіні шұқып, кірпі инесімен қоянды піскілеп, ал қоян қарғаны аяғымен тебеді. Сол кезде Қорбанбай аю келіп қалады. Бұл не деген айғай-шу? Мазамды алдыңдар ғой. Бәрі оған жақындап, аю, сен біздің ең үлкеніміз, әрі ең ақылдымызсың ғой, сондықтан бізге алманы кімдікі екенін айтып берші. Олар төрелігін сұрап, аюға оқиғаның қалай болғанын баяндайды. Аю ойланып тұрып сұрайды. Алманы кім тапты? Мен. Ал алманы кім үзіп алды? Мен. Жақсы, оны кім ұстап алды? Мен ұстап алдым. Мінекей, бәрің де дұрыс айтасыңдар, өйткені әрқайсыларың алманы алу үшін еңбектендіңдер, алма бәріңдікі. Мұнда бір алма ғой. Кірпі, қоян және қарға түк түсінбей, Бұл алманы теңдей бөліңдер, әрқайсың бір-бірінен алыңдар. мұны естіп бәрі қуанып кетті. Бағанадан бері біз бостан-босқа таласқан екенбіз ғой. Кірпі алманы 4 бөлікке бөледі. Bir бөлігін бұл саған қоян, сен алманы бірінші көрдің. Екінші бөлігін қарғаға беріп, бұл саған қарға, сен алманы үзіп алдың. Үшінші бөлігін кірпі аузына салып, бұл маған, өйткені мен алманы ұстап алған. Мен. Кірпі аюға 4-ші бөлігін беріп, бұл саған аю. Маған не үшін? Сен бізге ақыл айтып татуластырдың. Риза кейіппен әрқайсысы өзіне берілген алманың бөлігін жеп риза болды. Өйткені аю ешкімді ренжітпей дұрыс әділ шешім шығарған еді. Сабақта мұғалім міндеттерінің бірі бұл білімді меңгеруіне қолайлы жағдай жасау негізінде білім алушыны, кез келген оқушыны оқу әрекетіне қосу болып табылады. Сондықтан да менің міндетім, қызметім осы болып табылады.